Міне мен проймада қысқартудан кейін ары қарай ешқандай қысқартусыз 40 қатар тоқыдым. Енді бізге мойынның ойығын шығару қажет. Міне біз осыған дейін 12 қатарды тоқыдық, яғни 6 ілмекті қысқарттық екі жақтан. Одан кейін 40 қатар ешқандай қысқартусыз тоқыдық. Енді бізде 12 қатар тоқу керек. Ол 12 қатарда біз мойынның осындай ойығын шығаруымыз қажет. Мұнда менде қалғаны 40 ілмек, екі жақ иықта 20-20 ілмектен қалу қажет. Мен сіздерге қазір қалай тоқитынын көрсетемін. Мына жіптің түсі қара болғандықтан дұрыс көрінбейді. Сол себепті мен сіздерге басқа түстен көрсетемін, анық, яғни нақты көріну үшін. Ол үшін міне біз қазір қалай жасаймыз сіздерге көрсетемін. Айтқандай, мұнда менде 40 ілмек. Ол 40 ілмегім менде 24 сантиметр. Енді мен қалай бөлдім? Жаңа айтқанда 12 қатар дедім. 12 қатар. Сол 12 қатарда біз осы мойынның ойығын шығаруымыз қажет. Мен мына ортадағы, мына 8 деп тұрғанымыз, бұл ортаңғы ілмектер. Бұл ілмектерге біз тиіспейміз. Бұл ортаңғы ілмек. Яғни 40 ілмектен 8-ді алған кезде 32. 32-ні 2-ге бөлеміз екі жаққа. Сонда менде мына жақта 16 ілмек, мына жақта 16 ілмек. Сол 16 ілмекті біз теңдей етіп, мұнда 5 бөлікке бөлуіміз керек. Теңдей болғанда, мысалы, үлкеннен кішірейгенге шейін. Қараңыздар, мен біріншісіне 6, одан 4, 3, 2, 1 деп алдым. Егер де сізде басқандай ілмектер саны болса, яғни 40 емес 42 болса, мысалы, онда сіз мұнараға 7 деп алуыңызға болады. Ал егер сізде 35 болса, ілмектер саны 35 болса, егер сіздің өлшеміңіз кішкентай болса, 35 болса, онда бұлай жасауыңызға болады. Мына арада ортаңғы жерде 7, мына жерге 5, одан кейін 4, 3, және мына араларда 1-1-ден алуға болады. Сонда сізде мұнда 35 болады. Не болмаса одан үлкен, мысалы сіздің жібіңіз жіңішке, мұнда ілмектер саны көп болуы мүмкін. Мысалы 49 болса, онда мына жерде 9, ортаңғы 49-дан міне 9 аламыз, жағында, мына жақта 20-20-дан қалады. Одан кейін 7, 5, 4, 3, 1. Осылай алуларыңызға болады. Яғни мына жағы да тура солай. Қайтадан 7, 5 деп кете береді. Бұл мен сіздерге мысал ретінде келтіріп отырмын. Сіздер оны өзіңіздің ілмектер санына байланысты осылай мұнда қалған ілмектер санын 5-ке бөлесіз. Яғни одан көп, одан азайтып, ең аяғында бір ілмекпен аяқталу қажет. Енді мен сіздерге осыны тәжірибе түрінде көрсетейін. Жаңа айтқандай басқа түсті жіп алдым. Не қараңыздар. Мұнда нақты көрінеді деп ойлаймын қазір. Енді біз мойынға келдік, яғни сіз мойныңыз тоқып келдіңіз, міне былай. Енді осы ілмектер санын бөлуіміз қажет. Ең алдымен біз мына жағын тоқып аламыз, одан кейін барып екінші жағына көшеміз. Қазір біз маркерлерді ілуіміз қажет. Маркерді қай жерлерге ілеміз? Мына 20 ілмекті іліп аламыз, тоқып аламыз, одан кейін маркер қоямыз мына жерге. Одан кейін мұнда 16 ілмекті тоқимыз да, одан маркер, 8 ілмектен кейін маркер, сосын қайтадан мына 16 ілмектен кейін маркер, сонда бізде 20 ілмек қалады.
Міне, сіз мойныңыз тоқып келдіңіз, енді мойны шығарамыз. Мен мұнда үлгі ретінде осылай тоқып алдым, сіздерге анық көріну үшін. Және өте жуандау жіптен. Осылай қазір біз 20 ілмекті, иықтың ілмектерін аламыз. Менде мұнда 20 болмайды, менде жалпы 56 ілмек теріп алдым да, мұнда үлгі ретінде тоқыдым. Яғни сонда мұнда 8, одан кейін маркерді ілеміз, міне. Одан кейін 16 ілмек тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16 ілмек. Одан кейін маркерді ілеміз. Одан кейін бізде көрсеткендей 8 ілмек. Сол 8 ілмекті тоқимыз. Ол бізде ортаңғы ілмектер. Сегіз. Міне, мына бізде 8 ортаңғы ілмек. Одан кейін маркерді ілемін. Ары қарай менде 16 ілмек. Бұл жерге маркерді ілемін. Сосын қатарды соңына дейін тоқимын. Яғни мынау иықтың ілмектерін 20 ілмекті тоқимыз. Менде 20 емес, әрине 8 ілмек. Бірақ 20 ілмек деп есептейміз. Қараңыздар. Міне, біз маркерлерді ілдік. Яғни мына арасында 20, одан 16, ортасында 8 ілмек. Міне. Енді біз бірінші мына жағын тоқимыз дегеннен кейін, қазір екінші жағына айланамыз, теріс жағын. Иықтың ілмектерін тоқимыз да, мына ортаңғы маркерге дейін, яғни бірінші 8 ілмекке дейін тоқимыз. Мына бізде иықтың ілмектері. Міне, қараңыздар, мына ортаңғы ілмек, бұл бізде 8 ілмек. Осы 8 ілмекке дейін бір ілмекті қалдырып, осы арадан біз кері айналымыз керек. Біз қазір қысқартылған қатарлар тоқимыз. Мына ілмекті аламыз. Одан кейін мына жіп бізде алдыңғы жақта, жұмыстың алдында, оны өткіземіз. Одан кейін ілмекті қайтадан іліп аламыз да, осы арада айланамыз. Бізде сонда мына ілмегіміз оралды осылай. Енді ары қарай оң жағын бұны қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Енді біз қазір мында белгі қойып отыруымыз қажет. Қараңыздар. Біз мына 8 ілмекті қалдырып тоқып, енді бізге келесі 6 ілмекті қалдыру қажет. Қазір мына маркерге дейін тоқыңыздар. Одан кейін ары қарай көрсетемін. Міне, қараңыздар, біз осыған дейін мына 8 ілмекке дейін тоққанбыз. Енді осыдан кейін 6 ілмек қалдырамыз. Яғни міне 1, 2, 3, 4, 5, 6.
осы 6 ілмекті тоқымай біз қалдырамыз қазір. Міне мұнда бізде мынандай қазір кішкентай тесік пайда бола бастады. Бұл яғни бұл жерде біз ілмекті орағанымызды білдіреді. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Міне 6 ілмекті тоқымай осылай қалдырамыз. Оның алдындағы ілмекті біз осыған дейін жасағандай орап аламыз. Міне жіпті алдынан өткізіп, ілмекті қайтадан бізге қалдырамыз. Енді екінші жаққа айналамызда оң жағын оң ілмектермен соңына дейін тоқимыз. Екінші жағына айланамыз. Мына арада белгі қоямыз, яғни біз 6 ілмекті тоқыдық. Енді бізде келесі 4 ілмек. Енді қараймыз, міне бізде білініп тұр. Осыған дейін ілмектерді орағанымыз. Осы мына тесікке дейін біз 4 ілмекті қалдырамыз. Міне 1, 2, 3, 4. Енді мына оның алдындағы ілмекті тағы да бұлай орап аламыз да екінші жағына айланамыз, оң жағына. Тағы да қатарды соңына дейін тоқимыз. Енді белгі қоямыз. 4 ілмекті де тоқыдық. Кері жағына айланамыз. Бізде 3 ілмек қалуы керек. Міне тағы да қараймыз. Бізде міне алдындағы 6, 4, енді мұнарадан санаймыз. 1, 2, 3. Мінестері көрініп тұрады осылай. Осындай тесіктер. Ешқандай маркерсіз де. Енді 1, 2, 3 ілмекті қалдырамыз. Жіп жұмыстың алдында өткіземіз де ілмекті іліп аламыз. Екінші жағына айландырамыз. Оң ілмектермен оң жағын соңына дейін тоқимыз. Енді белгілеп қоямыз. 3 ілмекті тоқып алдық. Енді бізде 2 және 1 ілмектікі ғана қалды. Қазір 2 ілмекті тоқимыз. Міне, қараңыздар. Мына біздің 3 ілмегіміз, енді одан кейін 2 ілмек. Яғни біз 2 ілмекті қалдырып, оның алдындағы ілмекті осылай жіппен орап алып, кері айланамыз. Оң жағын тоқыдық, 2 ілмекті тоқыдық, белгі қоямыз. Енді бізде соңғы 1 ілмек қана қалды. Оны қазір қалай жасаймыз? Міне,
бізде маркерден кейінгі бір ілмегіміз ол оралып қалды. Осыған дейін біз оны орадық. Кері айналғанбыз. Енді бізге осы бір ілмекті қалдырып кері айналу керек. Ол үшін біз маркерден кейін бізде ілмек жоқ. Сол себепті маркердің алдындағы ілмекті осылай орап кері айланамыз. Міне қараңыздар, біздің мойнымыздың осындай ойығы пайда болды. Мұнараға белгі қоямыз, бір ілмекті тоқыдық. Енді бізге екінші жағын тоқу қажет, мына жағын. Ол үшін бізге мына иықтың ілмегін, мына 20 ілмекті қазір біз жауып тастауымыз қажет. Міне, мен мына ілмекті, жіпті алдыңғы жағына шығарып алдым. Енді жабамыз. Мынау бізде теріс жағы болғандықтан теріс ілмектермен жабуымыз қажет. Міне, бізде бір ілмек кетті. Екі ілмек. Үш ілмек. Төрт ілмек. Осылай санап отырып, бізде 20 ілмек жабылу керек негізінде. Ал менде мұнда 8 ілмек болғандықтан, қазір 8 ілмек жабамыз. 5 ілмек. Алты ілмек. Ал мына арада бізде маркердің алдындағы ілмекті біз осыған дейін ораған болатынбыз. Оны біз қазір, мына бізде теріс ілмек болғандықтан, теріс жағы болғандықтан, мына артқы жағынан алып, мына бізімізге былай ілеміз. Міне, бізде 7 ілмек. Әлі бір ілмегіміз бар. Мұна 8-ші ілмек. Мұна маркерді алып тастаймыз. Мұнда да ілмек оралған. Оны да артқы жағынан алып, міне, мұнда да ілмек оралған. Оны артқы жағынан алып, теріс ілмекті осылай бізге ілеміз. Сосын мұна ілмегімізді іліп аламыз да. Бірге тоқимыз. Міне, бізде иығымыздағы барлық ілмектер жабылды. Енді қалған ілмектер ол біздің мойнымыздың ілмектері. Ары қарай енді тоқимыз. Мына арада да ілмек оралған. Оны артқы жағынан алып, былай тоқимыз.
Мына арада соңғы біздің оралған ілмегіміз. Міне, біз мына жағымыздың ойығын тоқып шықтық. Екінші жағында ешқандай міне тесік нелер жоқ. Енді мына біз жаңа мына жағын теріс жағынан қалдырып отырдық, қысқартылған ілмектер қатарларды жасадық. Енді біз оң жағынан жасаймыз, яғни тура жаңағыдей қайталаймыз, тек оң жағында жасап отырамыз. Ол үшін осы қатарды соңына дейін тоқимыз. Міне мен қатарды соңына дейін тоқыдым, теріс жағын. Енді мына жағының мойнын шығарамыз. Мына жағы міне болды. Бізде иықтың ілмектері жабылды. Енді қалай тоқимыз? Қазір біз мына иықтың ілмектерін тоқимыз. Одан кейін мына ортаңғы маркерге, яғни ортаңғы 8 ілмекке дейін тоқуымыз қажет. Және мына жақты жасағанда енді мына жағында тура солай жасаймыз. Міне 8 ілмекке дейін келдік. Мына ілмекті аламыз. Осы жолы жіп артында болады. Артынан алдыға қарай өткіземіз. Ілмекті қайтадан қайтарамыз да кері айланамыз. Мына арада жібіміз оралды, ілмегіміз. Енді ары қарай теріс ілмектермен соңына дейін тоқимыз, содан кейін қайта кездесеміз. Міне мен теріс жағын тоқыдым, қараңыздар. Мұндағы біздің жаңағы оралған ілмегіміз көрініп тұр, ортасында осындай тесік пайда болды. Енді біз мұнда белгі қоюымыз қажет. 8-дің астына қоямыз тағы да белгі. Енді бізге 6 ілмек қалуы керек. Міне 6 ілмек. Одан кейін алдындағы ілмекті тағы да осылай жіппен орап алып, екінші жағын айланамыз да теріс ілмектермен қатарды соңына дейін тоқимыз. Қатарды соңына дейін тоқыдық. 6 ілмектің алтының астына белгімізді қоямыз. Енді бізде келесі 4 ілмек, соған дейін тоқимыз. Міне қараймыз. 1, 2, 3, 4. 4 ілмек. Оның алдындағы ілмекті, яғни біз тағы да былай орап аламыз. Арттан алдыға қарай осы арада кері айланамыз да міне екінші жағына келдік. 4 ілмегіміз тоқылды, астына белгіні қойдық. Енді келесі бізде 3 міне 1, 2, 3 оның алдындағы ілмекті осылай жіппен орап аламыз. Екінші жаққа қарай ауысамыз. Теріс жағына теріс ілмектермен тоқимыз. Екінші жағына келдік. Мұнда 3 ілмектің астына белгімізді қоямыз да келесі бізде 2 ілмек.
Қараңыздар, мында міне 1-2 ілмек, яғни мына ілмекті орап аламыз. Бізде маркердің алдында тағы да ілмек қалмады. Екінші жағы, 2 ілмектің астына белгімізді қойдық. Енді бізде соңғы 1 ілмек қана қалды. Міне, соңғы 1 ілмегіміз ол оралтылған ілмек, сондықтан мына маркердің алдындағы ілмекті біз бұлай ораймыз, мына маркерді алып тастаймыз. Екінші жаққа айланамыз. Одан кейін теріс ілмектермен тоқимыз. Белгімізді қоямыз. Бізде барлығы тоқылды. Енді иықтың ілмектерін жабамыз. Бұл бізде оң жағы болғандықтан кәдімгі оң ілмектермен жабамыз. Бұлай 2 ілмек бірге, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6. Қараңыздар, мында бізде 1 ілмегіміз оралып тұр. Оны жаңа теріс жағында біз артынан алғанбыз, ал оң жағында мына алдыңғы жағынан аламыз да бұлай ілмек бізге ілеміз. Енді екеуін бірге. Бұл бізде 7-ші болды. Бізде мында 8 ілмек, ал негізінен 20 ілмек болу қажет. Оны да ескересіздер. Мен мұнда мысал ретінде келтіріп жатқандықтан 8 ілмек қана. Міне, одан кейінгі ілмегімізде бізде оралып тұр. Оны да осылай алдынан артқа қарай саламыз да, одан кейін 2 ілмекті бірге тоқимыз. Міне, бізде иығымыздың ілмектері толығымен жабылды. 8 ілмек. Ары қарай енді бізге мына ілмектерді тоқуымыз қажет. Міне, ешқандай тесіктері жоқ, әп-әдемі болып шықты. Енді қараңыздар, мына арада мен мына жағымыз айланып тоқып келгенбіз, сондықтан осы арадан тоқтаймын. Қазір мына араны жіпті қиып тастаймын да, барлығын мына бір бізге былайынан өткізіп қоямын. Содан кейін алдыңғы жағымен мына жерді бізге өткізіп қоямын. Сосын алдыңғы жағымен иықтарын тіккенен барып, бұл мойын жағын тоққан кезде осы ашық ілмектермен тоқи беремін. Қазір маркерді алып тастайын бұлай. Сосын ілмектерді бұлай іліп қоямын.
Міне мойнымыздың ойығы осындай шықты. Мұнда бізде үлкен болып тұр, өйткені жіп өте жуан, сіздерге көрнекті, көрінетіндей болсын деп мен осылай үлкен жіппен және көрінетін жіппен тоқыдым. Міне осылай жіптер ашық тұра береді әзірге. Одан қазір иықтарын тігіп алғаннан барып, біз жалпы мойнын қалыптастыруға кірісеміз. Сол кезде осы ілмектерді ары қарай тоқи береміз.